Соңғы жыларда елімізде халықаралық кең жәмиетшілікке интеграцияласу барысында түркітілдес халықлар ортасында да тығыз байланыстар рауажланып, халықтарымыздың тұрмыслық мәпілеріне толық жауап беретұғын экономика, инвестиция, инновация, транспорт һәм коммуникация, туризм, ілім пән, білімдендіру сияқты тарауларда өзара бірге іслесулер жедел рауажланбақта. Халықларды бірлестіріп, достықты бекемлейміз. Міне осы атамада пайтақтымызда халықаралық достық 2022 фестивалі болып өтпекте. Байрам-байрамға ұласып атырған бір мәуіртте елімізге Россия Федерациясының Дағыстан Республикасы және Әзербайжаннан келген мәдениет саласы уәкілдері мейманда. Фестивальдің мақсаты оның шеңберінде орын алған ләжлар жөнінде хабаршымыздың репортажында. Өзбек, Қарақалпақ, Қазақ, Ноғай, Азербайжан, Түрк. Тарихы ескі Алтай дәуіріне барып тақалатығын түркітілдес халықларымыз. Өткен әсір орталарындағы мағлұматларда түрки тілдерде сөйлеушілердің ұлыма саны 130 миллионнан аслам деп көрсетілген. Дәуірлер жыллар өтіп, сирексіп қалған міне бұл туысқан елдер менен байланыстар қайта жанланып, барған сайын нығайып атырғалығының бір нышаны. Достық фестивалі. Республикамызға келуі менен ақ меймандар Қарақалпақстан Республикасы тарихы һәм мәдениеті мемлекеттік музейінде болды. Бұл жерде олар экспонатлар менен танысу барысында Қарақалпақ халқының тарихы, этнографиясы, өзіне жараса флора һәм фауна дүниясы, материалы һәм рухи байлықтары жөнінде көп қана мағлұматларға ие болды. Біздердің милли нағысылар. Әлбетте, әрбір миллеттің нағысы бұл өзінің мәнәвияты, яғни духовнысы, мәдениеті, тарихы, қандай да бір бай бір тарихи мәнілерді, күнделікті тұрмыс тәрісін көрсетіп береді. Қарақалпақ Ноғай халықлары түбі бір түрки халықлар. Бізге басқа тілдің зәрілігі жоқ. Демек, бір-бірімізді түсіне аламыз. Даниал, міне қазір Қарақалпақстанға келдіңіз. Бұл бірінші рет пе? Бірінші ай келіп тұрық. Бірінші. Қайсы нәрселер сізге ұнады? Не нәрселер тәсірлендіріп жатыр? Бүгін біз келдік, бізге шақыру келді Өзбекстан еліне. Сонда келіп, Бұхарада біз фестивальда болып келдік. Ел-ара фестивалі болды, достық 2022-ден. Мен соны жүргістім сол фестивальді, біздің жанымыз сайбы ерлады. Сонан бір өзіміз айттық, әзіз досымызға, Қарақалпақ хабар етші, біз барымыз келеді онда. Біз жүрегіміз тартады халқымызға, неге десе дос халық, елімізде бір, тілімізде бір, дінімізде бір, бәрзетімізде бір, айырғандай бір жоқ. Сол көре міне келді, сау болсындар, етекшілеріңіз бізді қош етіп алды, шақырдылар. Міне бүгін келіп тұрып бек сүйінеміз. Неге десе Қарақалпақ бізге дос халық. Мен өз районымда, Дағыстанда, Ставропольде сорағанда біздің ақсақалдардан қай заман болғыз, олар айттар 35 жылын арияында 1987 жылда ызық арсымында болғанлар. Ем Қарақалпақта онда да келгенлер. Сонан берлі қатынау болмаған 35 жыл. Мен Алла шүкір бүгінгі күн келді, қатынап тұрмыз. Мен үмітленемін, бүгіннен алып бастанар қатынауымыз бір-бірімізбен. Сондай маданият затында сырасында, саният сырасында, басқа сырасында, бизнес сырасында, может біреулер затерлер, құлық сырасында, іш сырасында достықты тұтарымызды ойлаймын, әлдік солай боларды ойлаймын. Мәдениет, этнография ұқсас па бұл жерде екі халықтың? Қай дәрежеде ұқсас? Ұқсайды, міне әлі музейге кіріп шықтық, міне сау болсын сіз кетіңіз көрсетті бізге. Көрген зат бәрі ұқсайды. Міне қара үйле дейсіз, біз терме дейміз, ішінде бәр затты бір не білезіклер, не киімлер, не етіклер, не тарихымыз көп зат бір құмғанлар, нелер бәр затты құсатып, бүгін өзімізге қарап, Ноғайдың музейіне жүргендей болдым мен бүгін. Қарақалпақстан Республикасы Игорь Витальевич Савицкий атындағы мемлекеттік музейде болған саяхатта мейманларды халқымыздың бай мәдени мираслары менен таныстырып, бір-бірімізді еледе жақыннан тану, білу үшін жақсы бір имканият жаратты. Фестивальдан көзленген мақсатте халықлар арасындағы достықты бекемлеу, қарым-қатынасты күшейту, сырт елі көркемөнер шеберлерінің глобалдық социалдық тармақлары арқылы және сырт ел телеканалдары жәрдемінде қаламыздың абыройын еледе арттыру, туризмді үгіт-насихатлау. Әлбетте фестиваль шеңберінде елеге шекем қосу Өзбек, Қарақалпақ, Қазақ, Азербайжан, Рус, Ноғай халқыларының достығын еледе бекемлеу. Бұл достықты бекемлеу арқылы келешекте елеге бұндан былайда бірге істесу бойынша да бір үлкен түрткі болып есапланады деп ойлаймын. Фестиваль давамында Қарақалпақ милли қосықлары, Қарақалпақ милли фольклорларда, әлбетте бұндан тысқары бақшы һәм жырауларымыздың шығуы, меймандарым үшін өз алдына бақшы жыраулардың концерт бағдарламаларда шөкімлестіруді мақсат еткенбіз. Бұндан тысқары Қарақалпақ милли тағамдарын даярлау бойынша мастер-класс, яғни шеберлік сабақларын шөкімлестіру мақсат еткенбіз. Бұл процесс давамында меймандар Қарақалпақ милли тағамдарының даярлану процесслерінің куәсі болады, өздері де қатынасады бұл бойынша. Һәм де әлбетте біздердің милли гастрономия менен де жақыннан танысып алады.
Айне ұсы мәуретлерде пайтақтымыздағы амфитеатрда елдеріміз көркемөнер шеберлері, эстрада қосықшыларының қатынасуында концерт болып өтпекте. Делегация ағзаларының сапары шеңберіндегі ләжлардың барысын кейінгі бағдарламаларымызда жартып барамыз. Жанна ханым, hoş geldiniz. Kumaşlımız, Allah'a Beşiktaş Minister Kültürü Türkiye Karagapak'ı Hani var ya, ay baştan sen bizim gerektirir. Ya da ratında akademiya müzikat yapıp gerektirir. Aslan, Özbekistan memleketi kültürü isimli gerektirir. Ama ne diyorsun? Kalkap'ın Filarmoniyan direktörü Bahtiyar Koçuk. Bizim Ministerstvan Jekler Nurmuhammed, Jekler Özbekistan halk artisti Habibullah Balik Meysir'si. Özbekistan halk artisti. Bizim ressamlar var. Şurat'ta bilesiniz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Erkek Kudayet oldu. Yine gel. Bir baba yapacağız. Ben Ramazan'ın oturuyorum. Bizim bir kere Pakistan. Buyurun. Filarmoniyan kızlarım var. 88. yılda Pasiye'ye arkadaşlar. Post Paginari hayatı. 30 лет не было контакта. Sizinle yaklaşık vaktiyle yaptık. Bismillah.